Сәлеметсіздер ме, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі жұма күнгі жасаған дұғаларыңыз, берген садақаларыңыз қабыл болсын. Жілікке ет алып жатқан кезде осылай өкпе, жүрек, бүйрек, бауыр шығып жатады. Енді бүгін соның барлығын қосып, әдемі, дәмді болып шығатын қуырдақ әзірлейміз. Алдымен өкпе, жүрек, бүйрек және де кішкене етімізді қосып, алдын ала қыздырылған майымызға барлығын жақсылап қуырып аламыз. Негізі осы өкпе, жүрек, бүйрек барлығын қосып, әсіп жасауға да болады. Болмаса, осылай тез ғана барлығын турап, қуырдақ жасап жіберсеңіздер де болады. Барлығын қызып тұрған майымызға туралған күйінше салып, барлығын жақсылап қуыра береміз. Енді бауырды алып, жұқалау етіп турап дайындап қоямыз. Оны қазір салмаймыз, себебі бауыр тез піседі. Тамағымыздың дайын болуына 15-20 минут қалған кезде саламыз. Ет қуырылып жатқан кезде тұзымызды жақсылап саламыз. Сол кезде етке жақсы сіңеді де, етте дәмді болып шығады. Қалауларыңызша осы кезде қара бұрыш салып жіберсеңіздер де дәмді болып шығады. Бетін жаба тұрамыз. Содан соң пиязымызды аршып турап дайындап аламыз. Пиязымызды саламыз. Пиязы көптеу болса, қуырдақта дәмді болып шығады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, үстіне міндетті түрде пакет жауып қойыңыздар. Сол кезде буы сыртқа шықпайды, өзінде тұрып, ет тезірек және жұмсақ болып піседі. Шет-шетін бәрін дұрыстап жауып аламыз. Содан соң бетіне кішкене ауырлау қылып, тарелка жауып қоямыз. Бетін жауып қоямыз әдемілеп. Осы арада картопымызды ашып, жуып, турап дайындай береміз. Егер де тамақты ертерек бастасаңыздар, картопты ортасынан 2 бөліп, үлкен қылып турасаңыздар да болады. Мен тамақты сәл кештеу бастағандықтан, картопым тезірек піссін деп, осылай барлығын жұқалау етіп турап шықтым. Қазанымыздың бетін ашамыз. Жаңағы пакетімізді, тарелка барлығы ыстық болады, шашықпен абайлап аламыз. Етімізді жақсылап бір қозғап жібереміз. Содан соң үстіне картопымызды саламыз. Картоп менде көптеу болғандықтан, картопты 3-ке бөліп саламын. Және әр салған сайын үстінен тұз сеуіп шығамын. Сол кезде картопымызда тұзды болып, әдем болып шығады. Егер де картоптың бәрін бір салып, үстінен ғана тұз сепсеңіздер, астыңғы жағына, ортаңғы жағына тұзы сіңбей қалады. Сосын жақсылап пакетпен шет-шетінің барлығын қымтап әдемілеп жабамыз. 1 сағаттай тұрады. 1 сағаттан кейін ашып қараймыз. Картопымыз пісіп дайын болып қалды. Енді үстінен бауырды салып, дәл бауырдың үстінен аз-аздап тағы да тұз сеуіп шығамыз. Қайтадан бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз.
Мінекей, тамағымыз дайын болды. Айта кететін жайт, картопты салғаннан кейін мүлдем қозғамаймыз. Себебі картобымыз езіліп кетуі мүмкін. Мына салып жатқан кезде де кепкірімізді қазанның астынан бастап аламыз. Еті мен картобы барлығы бірдей шығатын болады. Араластырсақ картоп езіліп кетуі мүмкін. Қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қосып, алған әсерлеріңізбен комментарий бөлімінде бөлісе кетсеңіздер. Видео ұнап пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені қолдап кеткендеріңізге көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.